Ал балалар, енді суммативка сор бітті. Қарап отырмын, алтын айдың жұмысынан тексердім. Алтын айдың өзі бірінші есептен қате жіберіпті. Сондықтан сендерге есептерді шешіп көрсетіп беруді жөн санап отырмын. Одан кейін өздеріңде жұмыстарың бар, өздеріңде тексере аласыңдар. Ал енді бірінші есеп міне мынандай есеп болатын. Енді мына жерде алтын ай бірінші есептен бір балдан жоғалтқан. Соны қарап өтейік. Бірінші есепті шығарайық. Енді барлығы 4 балл болғаннан кейін өздерің белгілеп тұрған шығарсың, мынаған 2 балл, мынаған 2 балл береді. Солай емес пе? Енді бірінші есепті қарайық. Мынаның сызбасын салыңдар. Және фигураның толық бетін аудан. Енді көріп тұрсыңдар, табаны дұрыс. Үшбұрыш, яғни мына дұрыс үшбұрышты пирамида. Бұл айнан тұрған, бүйтіп тұрған бір пирамида. Яғни табаны 8, 8, 8. Мына бүйірқұрлары 12-ден болатын пирамида. Осындай пирамида. Сызбасын салдық, яғни фигураның толық бетінің ауданы табылық. Енді мынаны көрсетіп берейін. Толық бетінің ауданы ол табанның ауданы плюс табаны мен бүйір жақтары тең емес балалар. Өйткені мына үшбұрыштың қабырғасы былай қарасақ бүйтіп тұрған. Ол 12, 12, 8, ал табанында барлық 8. А мынандайдан 3 үшбұрыш бар. Яғни 3 көбейтілген S. Мынаны А, Б, С деп белгілеп қояйық енді. А, Б, С десе енді. А, Б, С. Тең жалғастыра берейік. Табанның ауданы оңай, 2-ден 1 көбейтілген 8, көбейтілген 8. Енді дұрыс үшбұрыш болғаннан синус 60 градус түбірасты үш бөлінген 2. Плюс 3 көбейтілген, мына үшбұрыштың ауданы табайық. Бұл үшбұрыштың ауданы 2-ден 1. Так, мына H түсірейік. А деген мына ол, AH деген формуламен 2-ден 1 AH. Табанның биіктігі ұзындығы 8. Енді ашты табатын болсақ, мына үшбұрыштан H оңай табылады бұл жерден. Ол неге тең? Ол 12-нің квадраты алынған 4-тің квадраты. Яғни 8 болса, мына жақ 4-4-тен ғой. Болды. Тең. Енді ары қарай қысқартайық. 8 мен 2 4 қалды. Мына жерде де 4 қалды. Сонымен 16 түбірасында 3 плюс мына жерде мынаны қысқартайын. 4 қалды. 4 жерде 3 12. Енді мына жерде 12-нің квадраты 144 минус 16. Қанша болады екен? 128 болу керек. 144 минус 16 ол 128. Түбірасында 128. Енді осылай қалдыра салуларыңа да болады, немесе міне мынау біріншінің жауабы балалар. Екіншінің жауабы енді өздерің мұны жер тіпті оңай. Бұл үшбұрышты призма екенін бірден байқаған шығарсыңдар. Бұдан енді ұпай жібермейтін шығар деп үміттеніп едім, бірақ сонда да жіберіп апты. Мына жер 4 4 4-тен мына жағы 9 дейді. Толық бетінің ауданы. Толық бетінің ауданы ол 2 табан қосылған бүйір беті тең 2 табанның ауданы ол 2-ден 1. 4 көбейту 4. Енді синус 60 градус ал түбірасында 3 бөлінген 2 плюс табаны біттік. Енді бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетіні бізде 3 4-бұрыштан тұрады. 3-тік 4-бұрыштан. Енді каждый аудан 4 жүр 9 36. Яғни 4 көбейту 9-дан каждый аудан. Осындайдан бізде 3 бар. Бағана кім біреуің жауыртын S тең периметр көбейтілген аял. Әрине ол да болады периметр. 12 көбейтілген 9 деуге де болады. Енді мына жерде бәрі ғой 4 Сонда ол болады. Так, мына 2 мен 2-ні қысқартайын. Мына 2 мен мына 2-ні қысқартайын. 4 жерде 2 8 түбірасында 3. 8 түбірасында 3 па? Плюс мынаны көйсем 108 сат. Сөйтіп міне мынаның жауабы осындай. Міне мынаған 1 балл береміз. Мына екінші есепке 2 балл береміз, міне. Мына өр жерден 2 балл. Ол деген мына жауабы үшін 1 балл. Сосын мына жердегі мына өрнектерді дұрыс есептеген үшін 1 балл беремін. Енді дәл сол сияқты мұнда да табанның ауданы дұрыс тапқан үшін 1 балл. Одан кейін мына өрдің енді қорытындылап есептеп ең соңынан мына жауабын шығарған үшін 1 балл. Осындай болады балалар. Так.